7-8 сабақ. Өсімдіктер әлемі. Бидай дәнді дақылдардың ішіндегі ең басты және ең көп өндірілетін дақыл. Қазақстанда бидайдың 6 түрі өседі. Жабайы түрлері сирек кездеседі. Бидай біздің заманымызға дейінгі 6000-5000 жылдары ежелгі Грекияда өсіріле бастаған. Мысыр мен Қытайда біздің заманымыздан 4000 жыл бұрын бидайдан тағамдар жасаған. Адамдар бидайды тек тағам ретінде ғана емес, сонымен қатар емдік қасиеттері үшін де ерте заманнан бағалаған. Бидайдан ұнтақ жармасын жасайды. Ұннан нан, макарон, кондитерлік тағамдар өндіріледі. Кебектің қайнатпасы теріні жұмсартады. Бидайдың масағы гүл шоғырларын безендіру үшін қолданылады.